Сәлеметсіздер ме, қымбатты авторлар. Бүгін сіздермен Алтынсарин академиясының хабаршысы әдістемелік журналына қалай мақала жариялауға болатыны туралы айтамыз. Ең алдымен академия сайтына кіріп, ғылыми журналдар, мақалаларды рәсімдеу тәртібі батырмасын басыңыздар. Алтынсарин академиясының хабаршысы әдістемелік журналының авторларға арналған ережелері және мақаланы әзірлеу үлгісі шығады. Авторларға арналған ережені мұқият оқып шығуды ұсынамын. Оны оқып танысып болғаннан кейін әзірлеу үлгісін өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Және мақаланы осы файлға бірден жазуға болады. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мақала атауы, автордың аты жөні, жұмыс орны, аңдатпа, түйінді сөздер берілген. Бұлар мақаланың метадеректері деп аталады. Бұны ең соңынан жазуға болады. Ең алдымен мақаланың құрылымымен таныс болайық. Мақала кіріспе, әдістеме, практикада қолданылуы, ұсыныстар, қорытынды, қолданылған деректер тізімінен тұрады. Құрылымнан кейін мақаланың орыс және ағылшын тіліндегі метадеректері беріледі. Осы кезде сұрақ туады: мақаланы неден бастау керек? Ең басты ереже: артық нәрсені жазудың қажеті жоқ. Нақты бар нәрсені жазу керек. Ең бірінші, өз тәжірибеңізді ой елегінен өткізіңіз. Мен қандай тәжірибемен бөлісе аламын деген сұрақ қойыңыз. Яғни сіздің тәжірибеңіз ол сабақта қолданып жүрген әдісіңіз, немесе авторлық бағдарламаңыз, немесе жаңа білім беру технологиялары болуы мүмкін. Әдістеме бөліміне сабақта қолданып жүрген осы әдістемеңізді, тәжірибеңізді жазып шығыңыз. Бұл бөлімде әдістеменің толық сипаттамасы ұсынылады. Яғни оның ерекшеліктері, негізгі реттілігі, принциптерін сипаттап жазу керек. Білім беру мен оқушылармен жұмыс істеу процесінде қолданылатын әдістер жазылады. Егер авторлық бағдарлама болса, оның қалай құрастырылғаны, оның негіздемесі, күтілетін нәтижелері, әдістері, тәсілдері барлығы осы бөлімді қамтуы керек. Осыдан кейін практикада қолдану бөлімін жазамыз. Бұл бөлім әдістемені іс жүзінде қалай нақты қолданылғандығын көрсетуге арналған. Инновациялық әдіс-тәсілдер, авторлық бағдарлама, жобалар немесе басқа білім беру іс-шаралары сияқты әдістемені нақты білім беру процесінде қолдану барысы келтіріледі. Әдістемені қолдану нәтижелерін талдау және оның тиімділігіне баға беріледі. Сонымен қатар осы бөлімде әдістемені қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері де сипатталады. Бұл әдістемені қай мектепте, қандай сыныптарда қолданылды, қалай қолданылғандығы туралы осы бөлімге жазыңыз. Сонымен қатар, бұл әдістемені қолданғанда қандай шектеулер болды, бұны да жаза кету маңызды. Бір ескертетін жайт: зерттеу нәтижелерінде сыныптың жалпы нәтижелері беріледі. Балалардың аты жөні немесе сабақтағы фотосуреттерді беруге болмайды. Осы бөлімді жазып болғаннан кейін ұсыныстар бөліміне өтіп, осы әдістемені қолдануда басқа әріптестеріңізге, оқырмандарға, педагогтерге қандай ұсыныстар бере аласыздар? Осыны нақты жазу керек. Әдістеме, практикада қолданылуы, ұсыныстар бөлімін жазып болғаннан кейін отандық және шетелдік әдебиеттерге талдау жасап, оны кіріспе бөлімге жазамыз. Әдебиеттер қазіргі зерттеулерге сүйенгені дұрыс, яғни соңғы 5 жылдағы әдебиеттерді қолдануды ұсынамыз. Қазір сіздерге әдебиеттерді іздеудің бірнеше жолын көрсетемін. Біріншіден, барлық нормативтік құжаттарды әділет сайтынан табуға болады. Екіншіден, әдістемелік нұсқаулықтарды академияның сайтынан қарастырсаңыздар болады. Үшіншіден, Қазақстандық ұлттық электрондық кітапхана. Төртіншіден, Google Scholar немесе Google Академия базасы. Бұл жерден қазақша, орысша, ағылшын тіліндегі мақалаларды таба аласыздар. Сонымен қатар бұл базадан жарияланған жылын да таңдауға болады. Бесіншіден, мәліметтерді сенімді журналдардан алған жөн. Сол себепті де сіздерге еліміздегі ғылыми журналдар тізімін төменде қоса беремін. Алтыншыдан, осы саладағы оқу құралдарын қайдан табуға болады? Олардың арнайы жинақталған базасы жоқ. Сол себепті де интернеттен қарап көруге болады. Бірақ сол өзіңіз таңдаған кілтті сөздің қасына оқулық, оқу құралы, әдістемелік құрал деген сияқты сөздерді қосып іздеуге болады. Мақаланы жазудағы ескере кететін жайт: міндетті түрде отандық әдебиеттердің болуы шарт. Осы бөлімді жазып болғаннан кейін қорытынды бөлімді әзірлеу керек. Қорытынды бұл әдістемелік мақаланың соңғы, бірақ маңызды бөлімі. Бұл бөлімде мақалада жазылған ойлардың, әдістемелердің, олардың практикада қолданылуы бойынша жалпы тұжырым жазылады. Қорытынды қысқа, бірақ мазмұнды болуы керек. Қорытынды бөлімді аяқтағаннан кейін қолданылған деректер тізімін жазамыз.
Оны іздеудің қажеті жоқ, ол сіздерде бар. Яғни кіріспе бөлімді әзірлеген кезде сіздер отандық және шетелдік әдебиеттерге, нормативтік құжаттарға талдау жасадыңыздар. Сол әдебиеттерді жазу керек. Осы мақалаға арналған әдебиеттер тізімінде мақала мәтініне сілтеме жасалған дереккөздер ғана көрсетілуі керек. Тізімді жасамас бұрын тізімдегі барлық дереккөздердің мақалада болғандығын тексерген жөн. Барлық дереккөздер түпнұсқада берілуі керек. Қолданылған деректер тізімін әзірлеп болғаннан кейін аңдатпаны жазамыз. Аңдатпа не үшін қажет? Кез келген оқырман аңдатпаны оқу арқылы мақалада не бар екенін бірден түсіну керек. Аңдатпада не жазылу керек? Аңдатпаны келесідей құрылымда жазуға болады. Біріншіден, мақаланың өзектілігі бір сөйлем, мақаланың мақсаты бір сөйлем, әдістеме бір сөйлем, практикада қолданылуы бір сөйлем, ұсыныстар берілгені туралы бір сөйлем, қорытынды бір сөйлем, яғни мақала кімге пайдалы болмақ? Қорытындыда осыны жазу керек. Аңдатпаны жазуда көбінесе тақырыпты сипаттап жазып қояды. Ол дұрыс емес. Аңдатпа мақаланы сипаттауы керек. Аңдатпаны жазып болғаннан соң тақырыпты нақтылау керек. Тақырыптың жалпылама емес, нақты бір ғана бағытты таңдағаны жөн. Одан кейін кілтті сөздерді жазу керек. Әр кілтті сөзге мән берген жөн. Ол мақаланың тақырыбы мен мазмұнын ашуы керек. Одан кейін автор туралы мәліметтер, яғни тегіңіз және инициалыңыз және жұмыс орныңыз бен қалаңыз жазылуы керек. Жұмыс орнының толық атауын жазған дұрыс. Метадеректер үш тілде болуы керек. Сізбен редакция байланысқа шығуы үшін мақаланың соңына міндетті түрде автор туралы мәліметтерді толтырған жөн. Автор туралы мәліметтерде автордың толық аты жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы егер бар болса, біліктілік санаты, жұмыс орны, міндетті түрде ұялы телефон нөмірі және электронды почтасы көрсетілуі керек. Мақаланың жазылу стилі академиялық болу керек, яғни үшінші жақтан өткен шақта баяндаған жөн. Көптеген мақалалардың қабылдамау себептерімен таныстырып өтейін. Біріншіден, мақала талапқа сай емес. Екіншіден, мақаланың құрылымы сақталмаған. Үшіншіден, тақырыптар өзекті емес, немесе жалпылама береді. Төртіншіден, КМЖ, сынып сағаттарының әзірлемелері, есептер, баяндамаларды беруге болмайды. Бесіншіден, мақалада плагиат болып жатады. Алтыншыдан, бұрын жарияланған мақалалар. Жетіншіден, отандық еңбектерге сілтеме жасалмауы. Сегізіншіден, нейрожелінің көмегімен жазылған мақалалар. Мақала сапасын қалай арттыруға болады? Мақаланы жазуды жоспарлау, нақты және түсінікті жазу, этика талаптарын сақтау, журнал ережесімен толық танысу, ғалымдармен коллаборация жасау, қолжазбаны міндетті түрде оқу. Құрметті авторлар, мақаланы жазуды аяқтағаннан кейін мақаланы міндетті түрде оқып шыққан дұрыс. Осындай жұмыс жолында сіздерге сәттілік тілеймін.